Сәлем, сіздермен жол болғыш, және бұл 101 кітап деп бастайын деп жатырмын, өйткені бір жылдың ішінде менің түсірген видеоларымның көп бөлшегі осылай басталды, және ол менде бір әдетке қалыптасып кетті. Бірақ бүгінгі видео ол 101 кітапқа қысқаша шолу емес, ол қорытынды. 2024 жылдың 100 кітап челленджінің қорытындысы, өзіме өзім ұйымдастырған. Қорытынды бойынша мен 100 кітап емес 62 кітап оқыдым 2024 жылы, және осы челлендж туралы өзімнің ойларым және түйгенім туралы бөлісіп кеткім келіп тұр. Ендеше кеттік. Біріншіден, менің осындай бір кітаптар тізімі жазылған заметкам бар, және ол жерде әлі 80-нен астам кітап болды, және күнделікті ол тізімге кітаптар қосылып тұрады. Өйткені мен шынымен де оқығым келетін кітаптары өте көп. Оның ішіндегі бір 10 шақтысын оқыдым осы жылы, қалған 50-і ол списокқа кірмей дереу оқып бастап кеткен кітаптардың түрлері. Екі нәрсе түйдім, және ойымды нақты жинақтау үшін, басқа жаққа ауытқып кетпеу үшін осылай блокнотқа басты бөліскім келетін идеяларымды жазып қойдым. Яғни екі нәрсе түсіндім. Біріншісі, ол мен алдыңғы жылы өзіме екі ауқымды мақсат қойдым. Біріншісі, ол мен универдегі өзімнің сабағымның бағаларын және өзімнің жалпы академиялық бір деңгейімді көтеру. Екінші, ол 100 кітап оқу. Сабақ жағынан шүкір, ол мақсатқа жеттім десе болады. Ал 100 кітапты өздеріңіз көріп тұрғандарымдай тек 60%-ға. Бірақ мен өкінбеймін, өйткені мысалы мен мектеп кезінде оқып жүргенде, тіпті одан да көбірек уақытым бос болған кезде, үйде болған кезде, бір басымды көп ауыртпайтын кезде, тек қана сабаққа барып келіп, қалған бүкіл уақытым бос десе болады. Жалпылама айтсақ, сол кезде мен шамамен солай 50-60 кітап оқитын едім. Бірақ оқуға түскелі мен ойладым, мүмкін оқи алмайтын шығармын деп. Бірақ осы 100 кітап оқимын деген мақсатты қою арқылы мен 60 кітап оқыдым. Өзімнің сондай екінші ауқымды мақсатыма қарамастан. Өйткені мен шынымен де 24 жылы, яғни өзімнің бірінші семестрімде сабақ оқуға өте көп көңіл бөлдім. Тек қана күнім сабақ оқумен, және сол 100 кітап челленджін қалай сол мақсатқа жетуге болады деген сұрақты әрқашан өзімнің миымда ұстап жүрдім бір жыл бойы. Негізі кейбір қателіктер әрине болды. Ол біріншіден ауқымды екі мақсат қоймау, яғни екі кеменің басын ұстаған болмайды, өйткені ол мүмкін емес, ол қиын, бірақ бәрі мүмкін. Мен өзімді, яғни соншалықты қатты қинамадым деп ойлаймын. Көбінесе 50-50 емес, мысалы 70-30, тіпті жақсы 60-40 болды. 60% ол, яғни көпшілік пайызы мен сабақ оқуға көңілімді бөлдім. Бұл мақсатқа емес, өйткені бітірем деп ойладым жазғы каникулда, бірақ жазда да неше түрлі нәрселер болды. Жазда күзде оқып бітірем, күзде қыста жақындап қалды, жылдың аяғы да жақындап қалды. Яғни біріншісі ол нақты дедлайн қою. Басында мен есептегенде 3 күнде бір кітап оқу керек едім. Соңғы бір күз басталған кезде мен күнде бір кітаптан оқу керек едім. Ал күзде ол семестрдің басы, кейін қыста бізде сессия, яғни ол мүмкін емес. Мен солай басында қалай есептегенде 3 күнде бір кітап бітіріп жүрдім. Немесе кейде оңай және жеңіл оқылатын кітаптар болса бір күнде де бітірдім. Бірақ сессия жақындаған сайын мен мүлдем кітап оқуды тастап кеттім де тек қана сессияға, яғни сабаққа дайындалдым. Сондықтан бұл қайтадан приоритетқа байланысты. Екінші нәрсе түсінгенім, ол қойылған мақсат өзінің бір нақты айтады ғой, последствиялары болды. Өйткені мен кейбір кездерде жай ғана кітап оқитын машинаға айналдым.
кітап оқып жатырған кезде бір кітаптан ләззат алатын адамға емес, кітап оқитын машинаға айналдым. Ол дегеніміз, мен кітаптарды бір суыққанды, жай ғана бұл істеліну керек нәрсе деген сияқты көзқарастан оқып, не түйдім, соны жазып, видео түсіріп, бұл андай бір жұмысқа айналып кетті. Мен ондай болатынын сездім десем қате шығар, бірақ білдім. Өйткені кез келген мақсат қойылған кезде адамға емес машинаға айналады, егер ол мақсатқа жеткісі келсе. Және менде бір плюс, менде осы тамыз айларында, 24-ші жылдың ба, 24-ші жылдың тамыз айларында мен бүкіл желілерді кетіріп тастадым. Менде тек WhatsApp болды және YouTube болды. YouTube'да мен ештеңе қарамаймын көбінесе, сабақтан басқа, және өзім контент саламын. Басқа менде ешқандай желі болмады. Соның арқасында мен фокусым тек қана екі нәрседе болды: ол сабақ оқу және кітап оқу. Соның арқасында мен 60 кітап оқыдым деп ойлаймын. Өйткені 60 кітапты оқудың өзі кезінде айтып тұрғандай бос болған кезде қиын. Ал мен өзіме өзім сене алмаймын кейде, бірақ қараймын да, шынымен мен оқыдым. Өйткені біріншіден мен аудиторияның алдында мен өз ойыммен сол кітаптарға видео түсірдім. Ол дегенім, мен бір басқа адамдардың алдында бір жауапкершілік болды. Соның арқасында мен 60 кітап оқыдым деп ойлаймын. Бірақ соған қарамастан, мен ол мақсатқа жете алмайтынды біле тұра, мен сессия басталар алдын ойландым. Мен 100 кітапқа жетем, және сессияға онша емес дайындаламын. Немесе мен сессияны жақсы жабам, бірақ 100 кітап оқи алмаймын. Сол кезде көріп тұрғандарыңыздай, мен сессияға жақсы дайындалуды шештім. Өйткені ол маған маңызды болды. Неғұрлым мен сессияны жақсы жапсам, соғұрлым мен үйге тезірек кетемін және көбірек демаламын. Сондықтан отбасымен көбірек уақыт болу сол кезде мен үшін приоритет болды. Әрине, кез келген мақсаттың бір бітетін дедлайны жақындаған кезде, кезінде неге оқымадым деген сұрақтар миымды және жан дүниемді мазалай бастайды. Бірақ ол сұрақтарға мен жауап бердім. Өйткені мен неше жасымнан бастап жылға осындай неше түрлі қызықты өзіме мақсаттар қоямын. Соған қарамастан мен осындай, қалай айтсам, факаптар болып тұрады. Өйткені бір адам болғасын, білмеймін, ойлайтын сияқтысың: жетіп алам, оқып алам, бол, жаз бар ғой, күз бар, қыс бар деп өте бересің, дедлайн жақындай береді. Сондықтан нақты дедлайн қою, және күнде, мысалы, мен ойлаймын, егер мен сол 3 күнде бір кітапты бітіріп тұрсам, ештеңеге қарамастан, онда мүмкін мен мақсатқа жетер едім, мүмкін. Бірақ мен сол екі нәрседен басқа, мысалы, жай ғана өмір сүруім бар, тамақ ішуім бар, достарыммен қыдыруым бар деген сияқты студенттік өмір кішкене болсын көру керек. Бірақ алдыңғы жылы мен екі мақсатқа жету үшін өзімді қатты тыйдым десе болады, бірінші курсқа қарағанда. Міне солай. Ал қазір енді бұл мақсат қойғаныма еш өкінбеймін. Өйткені шынымен де бұл мақсаттың арқасында мен көп кітап оқыдым. Мысалы, 1045 рилс емес, мен бос уақытымда, бүкіл бос уақытымды, мысалы, сабақ оқимын, демалам, кітап оқимын, демалам, және демалыстың орнына мен кітап оқитын едім, кейде басым ауыратыны болатын еді, осындай закулисье деген сияқты. Оның бір нақты плюстары бар. Өйткені мен сол уақытымды босқа трендтарды, тағы басқа нәрселерді қарауға кетірсе, мен бұл кітаптардағы мықты ақпараттарды білмес едім. Және нақты мақсат қоюдың арқасында мен өзіме бір шекара орнаттым. Сол шекараның ішінде мен өзімді бір сынадым десе болады. Өйткені егер менде ондай мақсат болмаса, мен бір 10-15 кітап оқыр едім жылына деп ойлаймын. Ал бұл жерде мен 62 кітап оқыдым. При том, что мен метта оқимын деп па. Міне солай. Сондықтан негізі бір мақсат қою керек кітапқа байланысты деп ойлаймын. Өйткені егер жай ғана плыву по течению деген сияқты жай ғана мен кітап оқимын деп жүре берсең, жылына бір 10-20 кітап оқып бітіресің ау. Ал бір 52 кітап болса, соның өзі де бір шама деп ойлаймын. Сондықтан осы жылы менде 25 жылға мен өзіме ондай мақсаттар қоймадым. Қойған мақсаттарымның бірі ол тек қана күнде бір 30 бет болсын, немесе 30 минут болсын кітап оқу. Бірақ
қазір яғни мен бір ауқымды мақсат ол қайтадан сабақ, ал жазда көбірек кітап оқуға болады деп ойлаймын. Міне осылай. 62-ші кітапқа мен қысқаша шолу түсірмедім, бірақ бұл видео сол кітапқа қысқаша шолу түсіргеннен кейін шығады. Сондықтан бұл менің 2024 жылы өзіме қойған 100 кітап атты челленджінің қорытындысы. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет бұл жылы, және келесі жылы да кітап оқу дағдысын және әдетті қалыптастыруды жалғастыра берейік. Көңіл бөлгендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.